Маңғыстауда жорық жыршысы Қалнияз Жырау Шопықұлының ер қармыс дастанының негізінде түсірілген киножырдың тұсаукесері өтті. Туындының режиссері Нартай Сауданбекұлы. Бас кейіпкер 75 жастағы ер қармыстың рөлін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қонысбек Бегайдаров шебер ойнап шыққан. Күтпеген жерден шапқан жау, азаматтардың қапыда қыршыннан қиылуы, мал жанның талан-таражға түсуі. Бұл хабарды естіген бойда ер қармыс батыр жауға тойтарыс беруге бет алады. Ертөлепке хабарлап, ол келгенше жауды қуып жетіп, жалғыз өзі қарсы тұрады. Киножырдың желісі осылай өрбейді. Елін қорғаған батыр бейнесі, қайсарлық, қаһармандық, мәрттікпен жеткізілген. Қалай мен ойладым, өте ризамын. Халықтың қабылдауы ерекше, ықыласпен қабылдап жатыр. Сол өзімнің ойымнан шықты. Енді жыр туралы жаңа айтып кеттім. Жыр біздің ұлттық жадымыз, жыр біздің ұлттық өзегіміз. Жырды одан да ғасырдан ғасырға ары қарай ұлт болып қалу үшін осы жырды өзегімізді мықты ұстауымыз керекпіз. Киножырдың тұсаукесері Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдық мерейтойы аясында өтуі бекер емес. Себебі абыздың өзі дуадақ қонған Бозтөбе атты тарихи танымдық еңбегінде ер қармысты Балуанияз батыр 9 ауыл дастандарымен байланыстырып жазып кеткен. Жаңа фильмнің ерекшелігі аталмыш дастанның желісі бұзылмай, оқиғалар жырдың негізінде өрбіп отырады. Әбіш ағамыз енді Маңғыстаудың бүкіл оңғыл-шоңғылын, батыр бағландарын, жалпы салт дәстүрлерін бәрін өзінің шығармаларында айтып, мақтан тұтып өткен. Осы Әбіш ағаның шығармаларының ішінде де осы ер қармыс жайында бар. Міне соны біз бұл кісінің 80 жылдық мерей тойына арнап, бүкіл Маңғыстау жұртына көзайым қылып осы фильмді алып келіп жатырмыз. Халықтың қабылдау ерекше сияқты. Өйткені бұрын соңды мұндай болмаған, жырау жырлап отырған кезде экраннан уақиғаның өрбіп отыратыны. Бұл өзі қазаққа тән, қазақтың санасына тән нәрсе ғой деп ойлаймын. Ерекше толқыған көрерменнің көбі көзіне еріксіз жас үйірді. Бейнеклип немесе қысқа метражды фильм деуге мазмұнымен ауқымы сыймайтын туындыны көргендер бір ауыздан кинодастан деп бағалады. Қазақ батырларының елді адамдарын, байлықтарын қалай қорғаған жөнінде осылардан нәтиже шығаруға болады. Себебі 75 жас деген адамға азғантай жас емес ол. Ол үлкен жас. Оның бер жағындағы күші кеудесіне сыймай тұрған жастардың өзі ондайға бармайды. Сол кездегі көрдің бе қандай үлкен адамдар елін, халқын қалай қорғаған, қалай сыйлаған, қалай адамдарды, жастарды сол өзіне қаратып тәрбиелеген. Жастарға мына патриоттық рухта тәрбие беруде жырдың үлкен мәні бар екендігін көрдік. Мына бүгінгі берген, мынау көрсеткен ер қармыс жайда киноның несі өте бөлек болды. Мына киноны көріп отырып, менің көзімнен жас өзінен өзі парлап шықты. Не деген керемет жақсы жарар. Көптің көңілінен шыққан киножыр алдағы уақытта қалың көрерменге жол тартады. Айман Нұрмағамбет, Амангелді Тұрахмет, Апта ақпарат.